Сәлеметсіздер ме? Мен Кадырбекова Әсел, Қарасай ауданының Қырғауылды ауылы Ушинский атындағы орта мектептің 10 А сынып оқушысы боламын. Мен жетекшім Абдықалықов Бақтияр Сарғарбайұлы. Сіздерге таныстыратын тақырыбым Қырғауылды ауылының құндылықтары. Қырғауылды Алматы облысы, Қарасай ауданы, Райымбек ауылының округі құрамындағы ауыл. Қырғауылды ауылы Іле алатауының бөктерінде орналасқандықтан алуан түрлі өсімдіктер мен жануарларға бай. Өлкеде кездесетін өсімдіктер мен жануарлар дүниесін жүйелесек, астық тұқымдас құрғақ айрау Қазақстандағы 19 түрдің ішіндегі Қырғауылды өңірінде көптеп кездесетін қарапайым түрі. Оның бірі құрғақ айрауық, шалғын қоңырбасы және бақбақ. Долана Қазақстанның таулы аймақтарында жиі кездеседі. Раушан гүлділер тұқымдасына жатады. Табиғатта 1000-нан астам түрі болғанымен, оның 200-ге жуығы ғана кең таралған. Шырша қарағай тұқымдасына жататын қылқан жапырақты мәңгі жасыл ағаш. Шырша қарағай тұқымдасына жататын, биіктігі 30-50 метр, баяу өсетін қылқан жапырақты ағаш. Және ағаштарға алма, өрік және шие ағаштарын жатқызуға болады. Олар айтып кеткендей, раушан гүлділер тұқымдасына жататын жеміс ағаштарының туысы болып саналады. Қырғауылды өңірін сонымен қатар омыртқасыздар да мекендейді. Солардың бірі Семенов барылдауық қоңызы. Барылдауық қоңыздар тұқымдасының биологиялық түрі. Саны кәдімгідей қысқарып бара жатқан сирек кездесетін түр. Және де омыртқасыздарға линдеман барылдауық қоңызын жатқызуға болады. Қырғауыл құсын біздің өңірден көп кездесуге болады. Соқтан ауылымызды Қырғауылды деп қойса керек. Қырғауыл отырықшы құс, ұясын ну қамысын қалың бұтаның арасына жерге салады. Кептерлер немесе көгершін құстардың бір отряды. Қазақша дұрыс атауы көгершін, ал кептер дегені парсы тілінен кірген атау. Көгершін ірілігіне қарай мәстек кептер және тәжілік кептер болып екіге бөлінеді. Кекілік тауық-тәрізділер отрядына жататын құстар. Салмағы 400-500 грамм. Ересек кекіліктің арқасы көкшіл сұр, қанатының жамылғы қауырсындары көкшіл, тембілді қызғылт сары. Олар жердегі не тас арасындағы шұқыршықтарға құрғақ шөп төсеп, 7-22 жұмыртқа салады. Өсімдік дәнін жәндіктерді жейді. Қырғауылды өңірінде өсімдіктер мен құстар ғана қоймай, әр жануарлар да, яғни жыртқыш аңдар да жатқызуға болады. Олардың бірі кәдімгі түлкі, әлде жирен түлкі. Жыртқыштар отрядының иттер тұқымдасына жататын аң. Түсі жирен, сұрғылт сары. Құлағының сыртқы қара не қара қоңыр, құйрығы ұзын, қысқа сирақты, жүні тығыз әрі жұмсақ. Қасқыр, жыртқыш аң, басқа атаулары да белгілі. Бөрі, бері, еркек қасқыр шамамен 50 кг болады, ал ұрғашысы 45 кг болады. Және де жыртқыш аңдарға жабайы шошқаны жатқызуға болады. Денесі ірі, екі бүйірі қысыңқы, мойыны жуан, басы сүйір, тұмсығы конус тәрізді, көлденең кесілген болып келеді. Көріп тұрғандарыңыздай, Қырғауылды ауылы алуан түрлі өсімдіктер мен жануарларға бай. Назарларыңызға рахмет.